Армысың құрметті достар, және де жаңадан келіп жатқан жас трейдер достар. Сіздермен бүгін брокерлік сауда платформасында тренд арқылы ақша табудың жолдарын көрсетемін. Бұл видеоролик арқылы сіздермен брокерлік сауда платформасы арқылы трендте тех анализ жасай отырып, қалай ақша табу керек екенін көрсетемін. Бірақ та жас трейдерлерға ескертетінім, брокерлік сауда платформасында сауда жасау основной рискке жатады. Адам өзін тәуелділікке салу керек та, және де екіншіден суық мінезді ой толғаумен нақты тех анализ жасау арқылы ғана ақша табылатынын ескеріңіздер. Основной ең нақты саудаларым менде тренд арқылы жүреді. Мен көбінесе тех анализдерді брокерлік сауда платформасында трендтерде, перелом тех анализдерде трендтерге қарсы перелом жасаған жерде кесіп өткен сызықтарды кесіп өткен жерлерде мен ақша табамын. Брокерлік сауда платформасындағы тех анализде трендтерде волатильность болған жақсы. Брокерлік сауда платформасында волатильность табу үшін онда бір күндік таймфрейм маған керек болады. Бұл жерде брокерлік сауда платформасында тех анализдерде нисходящий трендте волатильность тауып алып, лонгпен ақша табуға болады. Брокерлік сауда платформасында нисходящий трендте откат тауып аламын, және де хай биіктіктерін тауып аламын да, сол жерден сызықсам, сызықтан кейін перелом болған жерді тауып аламын да, сол жерден сделка жасаймын. Сондықтан брокерлік сауда платформасында нисходящий трендтің хай биіктерін тауып алып, линия сызам, ол уровень сопротивления болады. Уровень сопротивлениеден кесіп өткен сызықты осы жерден пробой болғанын күтемін да, осы жерден сделка жасаймын. Бағаның көтерілетін екінші хай биіктігімен салыстырып сызып қоямын, осы жерден ақшаны күтемін. Осы жерден табысымды қоржынға байлаймын. Ал брокерлік сауда платформасындағы шортта восходящий тренд табамыз. Восходящий трендте линияны сызып аламыз. Линия поддержки деп есептелінеді. Линия поддержкиден пробой күтеміз, сделканы жасаймыз. Төмендегі лой свечи биіктігінен сделка жасаймыз. Брокерлік сауда платформасында бұл сделкалар 5 минуттықпен және 1 айлық таймфреймдерде жеңіл қолдана беруге болады. Брокерлік сауда платформасында линия тренд дегеніміз не? Брокерлік сауда платформасындағы тренд дегеніміз тенденция жоғары не төмен кететін нақты бағаның мөлшерлемесін көрсетеді. Ол восходящий трендтің нақты кететін, немесе нисходящий трендтің қандай кететін. Естеріңізде болсын, егер баға жапон свечи тех анализде жоғары қарай кетіп барса, ол восходящий тренд деп аталады. Алайда оның сызығы сол свечидің астынан ғана белгіленеді. Сол себепті оларды восходящий тренд деп аталады. Ал астына сызылған сызық уровень поддержки деп есептелінеді. Ал екінші тренд ол нисходящий тренд деп аталады. Нисходящий тренд ол жоғарыдан баға төмен қарай түсіп баратқанда. Алайда оның сызығы жоғары хайдан есептелінеді. Жоғарыға ең үлкен биік тіреп қалған жапон шамдарынан белгіленеді. Сол себепті оларды нисходящий тренд деп аталады. Нисходящий трендтің сызылған сызығын уровень сопротивления деп айтады. Тағы ескертіп өтейін, брокерлік сауда платформасында трендтер екі түрлі сызықпен бөлінеді. Біреуі уровень сопротивления деп есептелінетін болса, екінші сызық уровень поддержки деп есептелінеді. Осы сөздерді естеріңізге сақтап қойсаңыздар екен. Сіздерге тағы түсіндіріп айтайын. Линияны сызбас бұрын бұл жерде екі точканы табу. Ол жоғарғы немесе төменгі. Минимум сызықтарын сызу үшін или максимум сызықтарын сызу үшін. Минимумдерде ең төменде, максимумдерде жоғарыда. Минимум сызықтарында ең бағаны төмен түскен жапон шамын анықтаймыз, а максимумдерде ең жоғарғы биіктеген шамдарын анықтаймыз. Сол арқылы екі сызық сызылады. Біреуі восходящий трендпен линия сызылатын болса, біреуі нисходящий тренд арқылы сызылатын болады. Мысалына бірінші комбинациядағы көрсетілген жапон шамында ол жерде мінекей төбесі дөңгелектен сызып отырмын. Бұл уровень нақты восходящий или нисходящийдегі минимум және максимум шамдарын анықтауы көрсетіліп тұр. Ал екінші тех анализде көрсеңіздер, платформадағы ол жерде ешнәрсе көрсетілмеген. Өйткені баға бірқалыпты не жоғары не төмен кеткені көрініп тұр. Ол жерде нақты төбесі жоқ. Графикте осында екі точканы тапқаннан кейін сол жерге линия сопротивление сызылады, немесе поддержка сызылады. Алайда ескертіп өтейін, брокерлік сауда платформасында екстерін бойынша таймфреймді минуттан 1 айға дейінгі уақыттағы графиктегі анализдерден қарауға болады, табуға да болады. Көбінесе трейдерлер брокерлік сауда платформасында қалай сауда жасау керегенін айтайын.
ол линия трендте пробой арқылы ақша табады, не болмаса отбой арқылы ақша табады. Толығырақ айтқан кезде тренд арқылы ақша табады, трендті кесу арқылы ақша табады. Ал бұл жерде опыты жоқ жаңадан келіп жатқан трейдерлерге, жас трейдерлерге пробой арқылы ақша тапқан дұрыс болады. Қысқасын айтқанда, трендке қарсы ақша табу. Әлбетте бұл жерде тағы да бір қағида бар. Тренд трейдерлердің досы деп. Көбінесе көп жаңадан келіп жатқан трейдерден гөрі брокерлік сауда платформасында опыты бар трейдерлер тренд арқылы ақша табатынын өздеріңіз білесіздер. Алайда сіздерге ескертіп өтейін, тренд ол инвестиция ашқан адамдарға, инвестиция жасайтын адамдарға пайдасы зор. Ал қысқа уақытта сауда жасау кезде пробой арқылы ақша тапқан жақсы болады. Брокерлік сауда платформасындағы лонг позициясын табатын болсақ, екі нисходящий трендтағы екі шамның ең түйіскен жерлерін табамыз. Сол арқылы линия сызығын сызамыз. Оларды орысша откат деп есептейді. Сол екі сызық арқылы сызық сызамыз. Содан кейін сол жерден пробой болған жерден нақты өзіміздің сделканы жасаймыз. Кейбір жерде сұрақ қойылып жатады, бұл линияларда сделканы тез жасаған дұрыс бола ма, әлде біраз күткен дұрыс бола ма деп. Егер бір күндік уақыттағы 1 сағатты, 1 минуттық, 5 минуттық, 15 минуттық, жарты сағаттық уақыттар болатын болса, онда сделканы ертерек жасаған жақсы. Ал енді бір күндіктен жоғары, бір апталық, бір айлық болатын болса, онда кішкене күтіп бағаның short and long бағасын ашуға болады. Ал брокерлік сауда платформасындағы теханализдегі short трендіне келетін болсақ, ол жерде позиция басқаша. Ол жерде позиция линия восходящий тренд. Ол жерде ең үлкен төмендегі тұрған жапон шамдарының бірігетін точкасын табу керек. Сол жерден линия сызығы сызылады. Және сол жерден пробойды күтеміз, и пробойдан сол маңайда сделка жасаймыз. Бұл жерде біз активті сатамыз. Ал енді нақты пример ретінде брокерлік сауда платформасындағы анализдерді көргіңіз келетін болса, онда қараңыздар. Акция, облигация. Бұл жерде брокерлік сауда платформасында нақты бір күндіктің ішіндегі таймфреймде өте арзан бағалы акциялармен ғана сауда жасауға болады. Акциялар новостной или отчетный болатын болса, онда бір күндіктен жоғары бір айға дейінгі акциялармен саудаласуға болады. Бұл жерде фьючерс арқылы ақша табуды көрсетіп отырмын. Бұл жерде криптовалюта арқылы ақша табу. Ал мынау көрсетіп отқан стратегия пробой линиядан қалай баға көтеріледі, сол жерден сделка жасауды көрсетіп отырмын. Бұл мені көрсетіп отқан теханализдер сауда платформасындағы ең ыңғайлы, ең жақсы теханализдердің біреуі деп ескертемін. Бұл жерде кішкене трейдерлік оқуларды үйреніп алсаңыздар, өте қиын емес. Бұл жердегі нисходящий болсын, восходящий болсын, не болмаса консолидацияда жердегі пробойлардан ақша табу өте жеңіл. Брокерлік сауда платформасында жай ғана теханализі арқылы ғана емес, бұл жерде индикатор арқылы да ақша табу болады. Бір стахастик болатын болса, екінші мағди индикаторы. Ал менің алдыңғы сабақтарымды қарайтын болсаңыздар, алдыңғы сабақтарымда жапон шамы деген нәрсе, брокерлік платформа деген нәрсе, нисходящий тренд, восходящий тренд, не болмаса консолидация, боковой деген нәрсе, флет деген нәрсеге мен ескертіп, көрсетіп өткен тұм. Сондықтан ол видеоларды көрсеңіздер болады. Ал құрметті достар, келесі кездескенше күн берекелі әрі сәтті болсын.